Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Ресейде бүкіл ұшақ баға деген аспан құшқан. Улан Батыр, Алматы Астана, жаңағы Мәскеу Ақтау, бүкіл ұшақтың бағасы сұмдық. Мынау Бішкек, Мәскеу Бішкек ұшағы бір өзі $1,000,000 өсіп кеткен. Ал енді олар Еуропаға, басқа Америкаға бара алмайды. Тек Ресейге, жаңағы визасыз елдерге, Ресейдің кезінде боданда болған елдерге олар визасыз режим, ал бұл елдерге ұшақ дегеннің енді бағасы аспанға кетіп қалған. Ал Ресейде соғысқа бармаймыз деген наразы жастардың ереуілі көбейіп, оның өзінен бәленбай мың адам тұтқындалып жатыр. Ресми тұтқындалғаны бар, бейресми тұтқындалғаны бар, ал Қазақстанға $1,000,000,000 орыс келгелі жатыр. Келіп те жатыр. Шекараны Тоқаевтың режимі ашып қойған. Шеттен келген, қашып келген 5 қазаққа ешқандай статус бермейді, азаматтық бермейді. Бірақ миллион орыс Қазақстанға келіп, әп-сәтте үй алып, әп-сәтте ықтияр қаталып, әп-сәтте азаматтық алады. Шеттен келетін қазаққа міне Ауыт Мұқибек зарлап, жылап, еңіреп жазып жатыр, айтып жатыр. Бірақ қазақ көші-қонының жаңағы туыстаушысы Ауыт Мұқибек. Оларға қарсы соншама кедергі жасайды. Енді оларға азаматтық беруді 5 жылсыз азаматтық бермейді тастаған. Бірақ орыстарға құшақ ашты. Ал енді мына орыс құл қазақтар енді. Ал міне орыс құл қазақтар жетекелерім орыс келді міне. Сасық қолтығынан барып искеңдер, үйлеріңді бөліп беріңдер міне. Қатын жетіспесе қатындарыңды беріңдер, қыздарыңды беріңдер деп ызаланған аудио бүкіл әлеуметтік желіде кезіп жатыр. Қазақтар наразы, орыс құл қазақтарға наразы қазақтар. Ал міне орыс келді. Ал енді орыс тілі дейік. Ал енді міне орыс. Ал енді балаларға орыс тілін мәжбүрлейік. Ал орыс тілін университетте емтиханда міндетті сабақ қылайық. Міне орыс келді. Ал енді бізге не болды енді? Орыс бар жерде зұлымдық бар, орыс бар жерде соғыс бар деп қазақтар наразы болып жатыр. Әлеуметтік желіде не бір сұмдық сойқан видео тарап жатыр. Оны енді өздеріңіз сол Фейсбуктан, Инстаграмнан, неден, ТикТоктан көрерсіздер. Бірақ қазақ оянып келе жатыр. Қазақ оянып келе жатыр. Мені сол қуаттады. Әлеуметтік желіде орыстардың қазақ даласына тауасып таспасып келіп жатқан, автобус болып келіп жатқандығы, жастардың соғыстан қашып келіп жатқандығы өте көп. Және қазақтар наразы болып соған қарсы видеоларды сөйлеген сайын менің жаным кіреді. Оянып келе жатыр. Ал орыс құл қазақтар деп ызаланған қазақтардың айтқан сөздері мен тура шабытымды келтіреді. Шынында да. Енді орыс құл қазақ, Қытай құл қазақ демей, жалпы қазақтың тыныштық үшін, егемендік үшін барлық қазақ бірігетін кез келді. Мынау тәжікті қырғызға айдап салды. Қарап тұрып бәленбай қырғыз ажал құшты. Әзербайжан мен Әрмен ортасында соғысты. Шабуылдаушы кім? Әрмен. Бұның артында орыс. Мынау тәжік сартты мына қырғыз бауырымызға айдап салып отырған орыс. Мынау келімсек Әрменді Әзербайжанға айдап отырған орыс. Орыс бүкіл осы өз жаулап алған жерде тек қана бүлік соғыс тудырмақ. Сөйтіп сол халықтың бәрін өзіне кіріптар қылып ұстап отырмақ. Оларда одан басқа ой да жоқ, одан басқа арман да жоқ. Олардың бүкіл көрген баққаны сол, ата бабасының көрген баққаны сол, олардың тірлігі осы, басқа ештеңе емес. Яғни орыс жүрген жерде тыныштық жоқ. Орыс қазақ жеріне келді, енді қазақ жерінен береке тыныштық кеткен сол. Қазақтар наразылыққа шығыңыздар, митинг ұйымдастырыңыздар, видео үндеу тастаңыздар, әлеуметтік желіде көтеріңіздер, құда жекжат дос жара нағашы жиен болып 20 қазақ, 50 қазақ жиналып видео үндеу тастаңыздар, наразылықтарыңызды көрсетіңіздер, қазақ тілінде, орыс тілінде, орыстардың қазақ жеріне келуіне қарсылықтарыңызды білдіріңіздер. Үнсіз қалмаңыздар, билік қайда қарап отыр, ойбай, ұлттық қауіпсіздік қайда қарап отыр демеңіздер. Билік қазақтың жауы. Билік қазақты езіп ұстайды. Орыс келе ме, Қытай келе ме, кім келсе ол келсін, билік тек қазақты езіп, тапжылтпай, тұқыртып ұстап отырса, соған мәз. Сондықтан биліктен үміт күтпеңіздер. Әлеуметтік наразылық тудырыңыздар, қоғамдық наразылық тудырыңыздар, ойларыңызды білдіріңіздер. Кеше Аташулы партиясының бірінші құрылтайы болды. Міне, қараңыздар.
қаншама адам келді құрылтайға, 100-ге тарта адам жиналды. Қоғамдағы барлық осы қоғамды оңаймын, дұрыстаймын деген адамдар біздің партиямызға келді. Неге? Себебі Қазақстанда біздің партиямыз нағыз парламенттік республикалық жүйе орнатады. Нағыз әділ сайлауды орнатамыз. Нағыз әділетті, дамыған, бақытты, баяшатты Қазақстанды біздің партиямыз қазақ халқына сыйлайды. Сондықтан біздің партиямызды қолдаңыздар. Ал біздің партиямызды біздің билік ешқашан тектей алмайды, тоқтата алмайды. Неге? Біз Қытайдағы геноцидті әлемге әшкерелеп, халықаралық бет-бедел жинап алдық. Ал Тоқаевтың жаны екеу емес. Америка мен Еуропаға қарап, жалтақтап, әскери жақтан орысқа, қаржы жақтан Қытайға құлбап отырған Тоқаев өзін Америка мен Еуропаның жауы қылғаннан қорқады. Сондықтан Америка мен Еуропаға жағымпазданғаны. Бүкіл байлығы Америка мен Еуропада. Ендеше біздің партияға мүше болыңыздар, Қазақстанның қоғамын өзгертетін біздің партия. Вашингтон постқа кезінде Назарбаев Америкаға келіп, Буштың қолын аларда бір мақаланы бәленбай $1 миллион жаздырған деген дерек тараған. Біз Қазақстанды өзгертетін партияның құрылғандығын сол Вашингтон постқа көк тиын бермей жарияладық. Әлемге әйгілі Вашингтон пост Қазақстанда Атажұрт партиясы құрылғалы жатыр деп мақала жазды. Ал Нұр-Азаттық Дос Көшімді, Айдос Сарымды, Расул Жұмалыны, Әміржан Қосанды жұлдыз жасайтын, Жанболат Мамайды жұлдыз жасайтын, Мұхтар Тайжанды жұлдыз жасап, саясаткер қылып, күні-түні 24 сағат үгіттейтін, көрсететін Нұр-Азаттық біздің партиямыздың съезі туралы ләм-мим деген жоқ. Жазбайды да, айтпайды да. Бірақ Американың Вашингтон посты жазып берді. Ендеше қалың елім, қазағым, саясаттық сұрқиялығын біліңіздер, саяси сауатты болыңыздар. Саяси сауатты болсаңыздар, азат боласыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка құрама штаттары, Нью-Йорк қаласы, Манхаттан жағажайынан. Баршаларыңызға аманшылық, тыныштық, бейбітшілік болсын. Аман сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Орыс пен Украинаның арасындағы соғыста Украинаның басымдыққа өтуіне байланысты бірнеше күннің алдында Путин халқын жаппай аттанысқа шақырып соғысқа жіберуге бел байлаған болатын. Ал енді бірақ осы әскери міндетін өтеуден, соғысқа барудан қорыққан көптеген орыс азаматтары елімізге мыңдап, 10 мыңдап, тіпті 100 мың деп келіп жатыр. Бұндай шектен тыс, мезгілсіз бізге көшпенді болып бізге келуі біздің онсызда шатқаяқтап тұрған экономикамызға және де біздің өзде шиеленісті күрделі ұлттық құрамымызға және де осы еліміздегі әлдеқашан ушығып күннен-күнге өрлеп бара жатқан зат бағасына да кері әсер ететіні даусыз. Сонымен бірге бұл біздің тіпті мемлекетіміздің қауіпсіздігіне де үлкен қатер. Сондықтан біз осы Ресей азаматтарының елімізге тоқтаусыз ағылуын дереу тоқтатып, шекараны бүкіл Ресеймен шекараласатын жердегі барлық шекара бекеттерін жабуын талап етеміз.